Бүгін бізде особо не болмайды. Получается, сіздердің өзге жұмыстарыңыз болады. Көбіне түсіндірем тақырыпты әдеттегідей. Сосын не істейміз? Өзіміз қарап жасау керек болады. Бұйырса, бұл бізде дом деген тақырып, яғни JavaScript'тегі соңғы тақырыптардың бірі. Получается, келесі осы жұмадан бастап қатысамыз міндетті түрде. Бізде не болады? React-ның сабақтары басталды, React.js-ның сабағы басталды. Так, сабақтардың барлығын аштым. Мына жерде неге байланысты? Домға байланысты, по-моему. Так, біз алғашқы элементтерді қосу, біз событиялар келген болатынбыз, иә, осы жерге. Бұйырса бүгін барлығын өтеміз, иә, событиялар деп аталады, оқиғалар қазақша, иә. Мына жерден шығады. Негізі мына сабақтардың барлығы, иә, осы сабаққа байланысты, келесі сабақтың барлығы осы событиялар туралы болады, иә, оқиғалар. Біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, иә, событие деген не? Кез келген, так, мысал ретінде мен қазір жаңа жерден промптымыз. Топ-курс, иә, ашып қояйын админкасын. Біз алдыңғы сабақта айтқан болатынбыз, иә, бұны қарастырдық. Жай шет жағасын. Жалпы JavaScript негізінде, мына жерге жаза берейін. Так, событиялар. Редактировать. Оқиғалар. Деп аударып қояйын лучше. Ең бірінші нәрсе, иә, JavaScript. Ол бізде не? Оқиғаның үстінде құрылған программалау тілі, иә. Оқиға үстінде құрылған программалау тілі. Бұл жерде сөз оқиға. Мына жерде алып қояйын. Бұл жерде событие. Немесе событие деп қояйық. Событие. Получается, не бар? Мына жерге тағы да жазып қояйын. Эвенция. Бұл сөз жеткілікті, иә, бізге, яғни JavaScript бұл бізде не? Так, звуктарды өшіріп қосаңыздар, иә. Жалпы, получается, біз не дедік? JavaScript событийный язык деп атайды программирование. Яғни, бұл деген сөз кез келген нәрсе, іс әрекет, ол JavaScript тілінде, JavaScript сөзінде оқиға. Жалпы, бізде не болады? Жалпы, оларды бірнеше оқиғаларды бірнеше категорияға, немесе топқа бөлсе болады. Олар бізде не? Так, тінтуірмен байланысты оқиғалар. Иә, біз алдында айттық, ол не? Бізде мышка болатын болса, иә, мышканың сол жағын басу, мышканың оң жағын басу, иә, мышканы сол жақпен 2 рет басу, иә, мышканы оң жақпен 2 рет басу. Бұның барлығы жеке не? Событиялар деп есептелген JavaScript тілінде. Мысалы, тінтуірдің сол батырмасын, неон батырмасын басу, ол оқиға. Яғни, бір какой-то не болады, яғни басқан кезде бір іс-әрекет болу керек негізінде. Мысалы, мен мына жерде қарап тұрсаңыздар, сабақтарға басу арқылы не болады? Менде сол бетті көрсетеді негізі. Сол бетті маған көрсетеді. Мына жерде қарасаңыздар, сабақтарға басам, мына жердегі бір нені тексеру керек болатын болса, яғни бұның барлығы JavaScript тілінде событие. Яғни мышка, клавиатураны қозғалу, клавиатура кезін әріпті басу, клавиатурада бір клавиша дейді, басып тұрудың өзі ұзағынан, оның өзі басқа событие. Немесе drag and drop деген нәрсе, сіз перетаскивание ресурсы деп атайды, немесе изображение. Мысалы, кейбір сайттарды көресіңдер ғой, загрузите рисунок дейді, сол кезде не істейсіңдер, суретті алып тартасыңдар, қоясыңдар. Бұны да drag and drop деп атайды, яғни ұстап лақтыр деген сөз деп атайды. Ұстап лақтыру деген сөз, сол сияқты бұл тінтуірге байланысты нәрселер, бізде оған болса клавиатураға байланысты оқиғалар. Ол жаңа айттық. Сұрақ қойсам болады ма? Әрине.
жаңасы ана сол жақ жанындағыларды бүйтіп жүргізгенде бүйтіп фокус ұстайды ғой бір. Осылай фокус ұстайды ғой. Я сол CSS па или ол JavaScript па тоже болды? Ол CSS. Екеуімен де жасауға болады негізінде. Негізінде көбіне CSS-пен жасайды, hover бар ғой эффектісі. Ал былай JavaScript-пен де жасасаңыз болады, тура сол нәрсені жасасаңыз болады. JavaScript-те тоже не бар, hoverдың эффектісі бар, иә. Мысалы, мышка таятқан кезде осы элементке не болу керек? Оған стиль қосасыз. Енді JavaScript-пен істеу бұл труда затратный деп атайды, иә. Өйткені CSS-пен бір ғана код, ал JavaScript-те 10 шақты код жазасың да, осы нәрсені істеу үшін. Желательно бүкіл нәрсені JavaScript-пен істеуге болады. Вот, серьезно. Даже бір код HTML жазбай-ақ. Вот, поверьте. Бірақ код HTML жазбай-ақ болсын да болады. Ешқандай. Вот, поверьте. JavaScript бәрі құрып тастайды өзі. Өйткені соның негізінде не бар? Angular фреймворксы, соның негізінде не біз үйренетін React.js фреймворксы құрылған. React.js-те мен қазір сіздерге бір пример көрсетемін, иә. Мына жерде өзімнің проектісін ашып көрсетейін. Мысалы, мынау емес. Windows-ден өзімнің мынау фронт-энд проектісін ашайын сіздерге. Так, қарасаңыздар, бізде мынау React-та жазылған не код, иә, кәдімгідей. Бұл жерде сіздер HTML көрмейсіңдер. Кәдімгі HTML тіке жазылған көрмейсіңдер. HTML бір-ақ жерде бар негізінде. Ол мынандай, то есть .html деген файл бір-ақ жерде бар. Index.html. Head бар, иә. Жауап тастау. Тек қана осы ақ қана код бар, мына div root деген нәрсе. Бітті. Басқа HTML код көрмейсіңдер, иә. Сонысымен бұл не? Бұны single page application деп атайды, SPA приложение деп атайды, өйткені барлығын JavaScript арқылы құрады. Бұл гибкіс береді негізінде. Мысалы, мына сайт өзіміз көріп тұрған, тура осы исходник коды. Бұл жерде мен ешқайсысын жазған жоқпын, тұралап, HTML жаңағы деп. Бұл не істеді? Бір ғана JavaScript арқылы құрылдырған барлығы айтқанда, грубо. Вот сондайды. Так, клавиатураға байланысты болуы мүмкін, тінтуірға байланысты деп айттық. Так, тағы не болуы мүмкін? Тағы көптер көп, енді түрлері көп. Scroll деп атайды. Скроллинг. Тағы не мысалы ретінде өлшемді браузердің өлшемін өзгерту. Сол сияқты түрлері өте көп, қарасаң событиялардың, мен даже сіздерге мына жерге көрсетейін кодта. JS Evans істесем, мында сайттар бар. Мына жерде енді түрлері өте көп. Мына жерде біз даже жартысын осы күнге дейін қолданбаймыз, біз білетін жаңа клавиатура деп айтқан болатынбыз события. Мына жерде медиа дейді, маус, біз білетін мышкалар бар, мышканың қозғалысы. Даже мынандай событиялар болып есептеледі. Егер де мысалы кейбір приложение байқасаңыз, мобильді приложенияларды байқап білінеді көбіне. Сіз слабый соединение беретін болсаңыздар интернетпен, сіздерге айтады, что соединение слабый дейді. Сосын переключись на Wi-Fi немесе 4G деп айтып тұрады. Даже осы нәрсенің өзі, интернет скоростын анықтаудың өзі, оның өзінің событиялары бар. То есть сол айтып тұрған нәрсем, яғни JavaScript просто событияның тілі. Барлығы. События деген сөз, ол бір нәрсе болған кезде бір нәрсе болу керек деген сөз. Бір нәрсе жасалған кезде бір іс-әрекет болу керек деген сөз. Яғни екі іс-әрекет деген сөз негізінде. Сонда мен даже простой пример айтамын, мысал ретінде жай бір батырманы басатын болсам, тұқты басатын болсам, маған олай алертпен бірден көрсету керек болатын болса, оның өзі onClick деп атайды. Міне, біз үйрететін событие onClick, қараңыздар, копировать болайын, просто, сохранить қояйын. Так, давайте. JS где стак деген сайт бар. Осы жерден жасап көрейік. Ең алғашқы танысатын және ең жиі қолданылатын события, ол бізде не? onClick деп аталады. Барлық событиялардың аттары басында on деп басталады негізінде. onClick, onChange. Мына жерде қарасаңыздар, аттары бар. onCut, copy, копирование, onDrop деген нәрсе. Міне событиялардың түрі. Қараңыздар, даже мышканы бір рет басудың өзі, ұзақ басудың өзі, мышканы екі рет басу, мынаның барлық нәрселер, скроллға байланысты уже.
осының бәрімен танысу керек боласыңдар, иә. Бұның енді көбісі 50% қолданбайды негізінде, иә. 50% өте сирек қолданады практикада, иә. Мына контекст меню деген нәрселер, то есть мышканы мына жерін ашқан кезде, даже мынаған событие бар, иә, мына жер ашылған кезде бірдеңке болу керек. Енді оны көбіне қолдана бермейсіңдер, иә. Ең жиі қолданатындар ол мышка, клавиатурамен іс-әрекет, иә. Скролл болған кезде қолданады, және мышканы браузердің өлшемдерін өзгерту, иә. Онлайн, офлайн деген нәрсе бар, жаңағы, иә. Егер онлайн болатын болса, жұмыс істеу керек, офлайн болатын болса, подключитесь деген сообщение шығару керек, мысалы ретінде. Қазір мынаны ашайық, проектіні. Контент, статик. Так, менде бүгін интернет істеп тұр ма? Ұзақ болып кетті. Мен былай көрсете салайын. Иә, өзіміздің проектіден. Кликс деп атайын, немесе events деп атайын, иә, событиялар деген сөз. Ең алғашқысы бізде не? Клик .html сайт. Так, сохранить дейміз, иә. Мынаны браузерді көретін болсақ, бізде осындай мәтін шығады, иә. Click on this text дейді, мына текстке клик жаса дейді. Егер басатын болса, не? Упс дейді. Яғни осы текстің мәтінін өзгертті, яғни осы басқан кезде текстке не істеді? Мәтін өзгерді. Иә, ол қараңыздар, иә. Не болды? Мына кодқа қараймыз, иә. Бізде on click дейді, яғни кликті басқан кезде дейді, иә. Басқан кезде мына бір нәрсе орын алады деген сөз. Иә. Мышканы сол жағын басатын болса, мына код орын алады деген сөз. Ол код не істейді? Ол код алады да осы бір элементтің ішіндегі мына бір мәтінді упс деген текстке өзгертеді, иә. Әрине біз былай жазбаймыз, иә. Көбіне жазу керек болатын болса, біз не істейміз, иә. Біріншіден біз былай істейміз, иә. Хотя бы скрипт деген жерге өзіміздің кодымызды салу керекпіз, иә. Осы жерде не істейміз? Мысал ретінде біздің жаңағы өзіміз үйренген не бар? Function, иә. Function, мысалы change text деп атаймыз, иә. Және одан кейін істейміз. Бұл жерде мысал ретінде жаңағы элемент таңдап алу керекпіз, иә. Біз білеміз, что элемент таңдап алу ең оңай жолы, иә, ол бізде ID класс арқылы таңдап алу, классты бере салайық, мысалы ретінде текст деп қоя салайын. Енді осы жерде мына элементті не істеу керек болады? Бірінші алдыңғы сабақта үйренгендей элементті HTML парақшадан таңдап алу керекпіз, иә. Ол үшін бізде документ деген бар, query селектор, иә. Осы жерде нүкте дейміз, ол класс бізде, иә, және не дейміз? Текст дейміз. Конс, мысалы текст элемент, иә. Ары қарай не істеу керек болады? Енді біз енді ары қарай просто оны текст элемент дейміз да, inner не HTML дейміз да, просто мына упс деген текстті алып қоямыз, иә. Сонда кодымыз кішкене более гибкий болады. Және мына жерге не істейміз? Барын алып тастаймыз да. Мына жерге жазу керекпіз, иә, change text. Тексеріп көрейік, не болады екен. Упс дейді. Біздің қарасаңыз, кодымыз кішкене өзгерген, иә. Более такой читабельный болған. Және де бір нәрсе айтқым келген алдыңғы сабақта, иә, достар. Біздің кодымызда, егер былай жоғары жазатын болсақ, иә, бірінші орынға қойып тұратын болсақ, скрипт, потом HTML қоятын болсақ, біздің кодымыз не? Қарасаңыздар, жұмыс істеп тұр, иә. Ал егер де мен бұны, так, мынаны дұрыстап қояйыншы, деп жасайын. Егер мен мына жерге оны алып, иә, қазір мына жерге оны отдельный скриптке салатын болсам, мына бір толық кодты былай жазу не советую, иә. То есть скриптті ашып алып, иә, даже бір-екі строчка код жазатын болсаңыздар да, мүмкіндігінше HTML-ның ішіне HTML жазу керек, иә. HTML-ның ішіне JavaScript кодты жазу, ол не? Дұрыс емес, негізі, дұрыс емес, иә. Сол себепті кодты басынан бастап дұрыс жазу керек болады. То есть кейбір программисттер, иә, ол былықтырады. Бір HTML-ға барлығын CSS-ті толтырып жазып тастайды осы жерге, JavaScript-ті толтырып жазып тастайды, одан кейін ми ашып отырады. HTML болып қалу керек, CSS-ның файлдың ішінде болады, иә, өзінің отдельно. JavaScript-ның отдельный файлдың ішінде болу керек, иә. Осы жерге код салдың, қандай ыңғайлы, уже көзің де ауырмайды. И мына жерде не істейсің? Оны біз кәдімгідей өзіміз шақыру керекпіз, иә. Скрипт деген бар, src main.js, иә.
қараңыздар, кодымыз жұмыс істеп жасап жатыр, ешқандай қате жоқ консолда, иә. Кейбір кездері, иә, кейбір кездері желательно код жазған кезде, иә, сіздерден сұрайды, былай жазудың қажеті жоқ, то есть төмен қарай қалдырудың жазу, то есть төмен шақырмаңыз мүмкіндігінше, то есть төмен шақыруға болады, точнее, ана body деген тег бар, иә, оның басына шақыру қажет жоқ, оның басына код жазбаймыз, иә. Өйткені Мгм. бізде не head'тың ішіне жазасын, не ең соңында body бітетін кезде жазасын кодта. Неге олай? Өйткені JavaScript сіздің бірінші ол не істеу керек? Сен скриптін орындап кетеді да. Негізі скриптті орындамайды, ол орындамай тұрып, мына бір нәрсені отрисовка жасайды, рендеринг дейді. Мынаны алады да, өз не істеу керек? Оны салып қою керек. HTML салып қою керек. Мына жер салып болғаннан кейін ғана сенің кодың орындалады дейді. Сол кезде код дұрыс жұмыс жасайды. Бұйырса алдағы уақытта көрсетемін. Не үшін екен? Қазірге өзімізге практикалық екі жазу тәсілі бар. Не head'тың ішіне жазамыз скриптті, не істейміз body'дің жабылатын тегінің алдында жазамыз. Енді кодқа оралайық, иә. Біздің жаңағы жазған кодымыз бар. Мына жерде main дедік. Просто жаңағы кодты алдық та, иә. Және де айтатын нәрсе, жаңағы өзіміздің сабағымыз қайда? Былай да жазудың қажеті жоқ тоже. Ол қалай жазылу керекті көрсеткенмін негізінде, иә. Яғни бүйтіп мына бір яғни кавычканың ішіне JavaScript'ің коды негізінде мына жерде кәдімгі JavaScript'ің коды жазылып кетіп жатыр. Былай жазудың қажеті жоқ, иә. Былай жазбаңыздар, ертең қиын болып кетеді бұдан не қылу, арылу дейді ғой. Сол себепті бұны не істеу керек? Кәдімгідей JavaScript кодына просто ғой. JavaScript код қайда болады? JavaScriptте болады. HTML код қайда болады? HTML кодтың ішінде болады, иә. Сол үшін өзіңізге де ыңғайлы. Дәл қазір не істедік? OnClick деген кезде, басылған кезде мен мына бір функцияны не істеймін? Орындаймын дейді. Мына бір функцияны ол іздейді. Өйткені ол бізде қосылған, иә, уже парақшамызға. Мына бір функция табылады да, оның ішінен мына бір мәтінді өзгертеді. Бұл OnClickке байланысты событие. Тағы да енді оның түрлері көп, иә. Мысал ретінде сіз оны өзгертіп үй тапсырмасы ретінде не болады? Мысал ретінде қош келдің деген мәтінді алертпен көрсету керек болады, иә. Қош келдің деген мәтінді homework, иә. Welcome деген мәтінді батырманы басқан кезде алертпен көрсету, иә. Осындай бір нәрсе болады, простой нәрсе. Енді бұл мушканың бір ең жиі қолданатын событиясы, иә, бұл бізде OnClick деп аталады. Түрлері бар, иә. On деп жазсаңыздар, мына жерде on double click деген бар, иә. Ол не ол? On double click деген сөз. Яғни мушканың сол жағымен екі рет тез бастың деген сөз, иә. Егер обновить ететін болсам, иә, мен бір рет басатын болсам ештеңе болып тұрған жоқ, тағы бір рет бассам ештеңе, екі рет басатын болсам тез, иә. Не болды? Мына мәтін өзгеріп кетті. Демек, осындай да событие бар. On double click, екі рет мышкаға басу деген сол жағын, иә. Түрлері бар, өзі көргіңіз келетін болса, тізіміне on деп жазсаңыздар болады негізі HTML-ның ішіне. On деп жазсам болады. Уже мынаның барлығы, оннан басталатын барлығы событиялар негізінде, иә. On click танысқан, on double click, on context меню дейді, иә. Ол не мынау контекст меню? Яғни мышканың, иә, көрдің бе, мышканың оң жағын, яғни басасың ғой, сізде контекст меню ашылады ғой, мына контекст меню деп атайды. Мына жерге тұрып контекст меню басатын болса не болады? Уже біз мәтін өзгереді, иә. Мышканың оң жағындағы басу, оң жағын басу. Оң жағындағы, яғни контекст меню ашу. Енді мына жерді қарайық тағы да, не бар тағы да бізге керек мышкаға байланысты. Мына drag and drop'тар, барлық нәрселер, жаңағы суретті лақтыру, иә, соған байланысты. Так, мынау клавиатураға байланысты, иә, клавиатураға ки деп басталады, иә. Так, міне маустар кетті. Иә, мыналардың барлығы уже, маус деген нәрсе біздің мышкалар, иә, уже мышканы басып тұру ұзағынан, иә, алғашқы басқан кездегі әрекет, соңғы басқан кездегі әрекет, бұның барлығы тоже қолданады, бірақ қатты практикада бұны көп қолданбайды негізінде. Бірақ білгенге мажорен білу керек. Так, осы жерден бүкілмен танысамыз, иә. Так, бұл мышкаға байланысты событиялар, иә. Енді
тағы да бір нәрсе, бұл 100% қолданады. Бұл on click, on double click дейтіндер барып білу керексіңдер. Енді екінші нәрсе бізде бізде не бар? Мысал ретінде тағы да бір қояйық. Так, былай жасайық. Бізде ендігі нәрсе, келесі тақырып, ол бізде тоже неге байланысты болады? Формаға байланысты, HTML формаға байланысты болады. Форм деп қой, мына жерге HTML. HTML5 деймін, мына бір кодты копируйтіп ала салайын. Және де мына бір скриптті тоже астына ала салайын. Уақыт кетірмеу үшін. Дәл қазір кодымызды ашатын болсақ, біздің кодымызды ашатын болсақ, бізден деп тұр, осындай JavaScript HTML события, атыңызды теріңізде, мысалы мен серік деп теретін болсам, және де мына жерге мышканы сол жағын басатын болсам, менде уже не болды? Мына серік деген әріп барлығы ұлғайып кетті негізінде. Бұл событияның аты бар, яғни onChange деп аталады, ол события аты, мінекей. onChange ол көбіне HTML формаларда бар. Мысалы, бұлар не үшін керек? Мысал ретінде мен айталық, мына бір қолданушы сайтқа келді, кіргеннен кейін қолданушы, мен не істеу керекпін? Серік қош келдің деп, оған сообщение жазу керекпін. Мысал ретінде, мына жерге аламын, бұның өзін өзгертпей қой деймін, просто аламын да, не істеймін? Алертке жазамын да, жаңағы бізде мына жерге біз не істейміз? Былай ашылмайын. Былай ашайық. Қолданушының аты бар, бізде value деп атайын. Қош келдің. Немесе қазақша қалай болады мына жерде? Қош келдің, тұр. Жерде не деп берген. Мына жерге серік деп жазатын болсам, және фокуске дейтін болса, не болды? Қош келдің серік деп. Мәтінді біз жазған мәтінді шығарып берді мына жерге. Бұлар енді бұл жерде енді сен не істей аласың, Мысал ретінде адам валидация жасаласын. Валидация деген ұғым, validation деп атайын, бұл бір нәрсені тексеру деген сөз. Бұл көбіне программистер қолданатын сөз, валидация деп атайды. Бір нәрсе тексеру деген сөз. Мысалы, саған ат жаз деген жерге ол не істеуі мүмкін? Сан жазу мүмкін, Немесе не істеуі мүмкін? Ат жаз деген жерге ол почта жазу мүмкін, Немесе нақты серік деген кезде ол болуы мүмкін? Айталық, тек ағылшынша латын әріптерін ғана қабылдайды, сол сияқты бір нәрсе, яғни сен белгілі бір форматта күтесің мәнді. Ағылшын тілінде болу керек дейсің, мысал ретінде тек әріптерден тұру керек дейсің. Енді адамның есімі саннан тұрмайды ғой, дұрыс па? Сен оны тексеру керексің. Сол себепті сіздерге үй тапсырмасы болады, оны жасауға тырысыңыздар өздеріңіз, адамның тек әріптен адамның есімі тек әріптен тұру керек. Егер де адамның есімі мысал ретінде былай 1, 2, 3 деп басталып кететін болса, сен сәйкесінше не істей көрсің? Қате шығару көрсің. Өйткені бұл бізде не? Сандар. Сол себепті қате деп айту көрсің. Дұрыс есімді енгізгенде адамның есімі әріптен басталады деген сияқты. Бір мәтін беру көрсің. Сөйтіп адам қайтадан теру керек. Түсінікті ма? Мына жерде тапсырма. Так, түсінікті ма, достар? Так, onChange-ге байланысты. onChange ол яғни не болды бізде? Бұл мына бір инпуттың, текст инпуттың мәнін алу үшін керек көбіне. Текст инпуттың мәнін алу үшін керек. Қандай мән терді адам. Бұларды енді мәнді алғаннан кейін өзің білесің қалай істейтін. Біз көбіне оны бэкэндке жібереміз, көбіне оны валидация жасаймыз, тексереміз, JavaScript-те дұрыс терді ма, дұрыс енгізіп жатыр ма, сондай нәрселер жасай аламыз. Арада не істеу керек? Оны басқа жерге беру керек, тексеріп болғаннан кейін. Немесе бір логика жазу керек болады. Бұл onChange танысқандардың
Бұлар тек қана неде болмайды, мысалы ретінде олар көбісінде болады, барлық формада почти, иә. Жаңағы сіздерде select деген болуы мүмкін, иә, жаңағы выпадающий меню болуы мүмкін, иә, чекбокстар болуы мүмкін, радио баттондар болуы мүмкін, HTML-да солармен бірге қолданылады негізі onChange. Так, бұл неге байланысты болды? Так, мыналар қажет емес пока. Назад. Так, кетті. Так, енді бізде оқиғалар дейді алдық. Evan Listener. Так, мына нәрсе қалды. Иә. Бұл жалпы енді басында айттым ғой сіздерге HTML-да бір код жазбай-ақ, иә, біз JavaScript-те барлығын істей аламыз деп атамыз, иә. Енді кейбір кездері бізге керек болып қалады, что элементті құрғаннан кейін, иә, налиту құрғаннан кейін оған событияны жалғау керек болып қалады, иә. Ойда событияны бірге жалғау керек болып қалады. Мысалы, мына кодты алатын болсақ, иә, бізде не болып тұр? Оны кликке аударып қойайын, қайтадан. Оның мақсаты, иә, бізде не істеу керек болды? Мәтінді өзгерту керек болды, иә. Енді егер де бұл мысал ретінде бұл былай болмаса, иә, сіздерде мүмкіндік болмаса тіке HTML-ға жазуға, оны JavaScript арқылы мына бір элементке событияны байлауға болады. JavaScript арқылы мына элементке событияны, оқиғаны байлауға болады, иә. Ол үшін не істейміз? Біз мына жерден басында код жазу керек болады, иә. Мына жерде біздің элемент таңдап алдық. Жоғары жаққа жіберейік. Text элемент дейміз және add event listener дейміз, иә. Бұл жалпы не? Событиялар, жаңағы біз жазған тура бір нәрсемізді просто JavaScript-те жазамыз. Функция бұл біріншінде айтады саған қандай события қолданғың келеді дейді. Бұл жерге не істейсің? Клик деп жазасың, иә. Мышканы кликіп. Ара-ара не істеу керек болады? Мына жерде ол функцияны қабылдайды, иә. Біз бұны даже мына бір change деп берсек болады, иә. Change тексті. Кодымыз дұрыс жұмыс жасау үшін мына бір нәрсені желательно жоғары беріп қоямыз, иә. Сонда не істеді? Біздің текст деген элементке налиту событияны жалғады, иә, ол событияның аты onClick, иә, және мына бір функцияны бірге қойып қойды. Так, мына жерде add event listener деген бар ма екен? Бар екен. Так, мына жерге келек, иә, не болып тұр? Cannot read property of null дейді, reading add event listener дейді. Так, тыңдайық, иә, не дейді? Бізде кодымызда дейді, не болып жатыр дейді, қарасаңыздар, мына бір элементті таппай жатыр, иә. Мына элемент таппай жатыр. Себебі, мынаны жұрт төмен қоятын болсақ, обновить ететін болсақ, енді қара жаңағы нәрсе келді, біздің айтқан. Көрдіңіздер ме? Басында жаңа событияны таппай қалды, иә. Өйткені ең бірінші код болып, мына код орындалды, иә, бізде. JavaScript орындалды. JavaScript орындаған кезде, мынаны әрине орындамайды, ол көреді. Бар екен дейді, біз оны орындап жатқан жоқпыз. Элемент таңдап алды, HTML-да, текст элемент, иә. Одан кейін не істеді? Ол енді события қосқысы келетін болса, иә, onClickті байлағысы келетін болса, ол элемент жоқ дейді. Себебі әлі бізде мына бір блок, әлі парақшамызға түскен жоқ, көрінген жоқ негізі. Бәрі тез орындалып жатыр дәл қазір, иә, просто. Негізінде мына бір click on this text деген сөз, иә, как будто былай ғой, пустой болып орындап жатқан сияқты да, таппай жатыр, иә. Сол себепті айтқаным сіздерге желательно, иә, не істеу керек? Мына скриптті мүмкіндігінше, егер HTML-мен байланысы болатын болса, иә, төмен қарай жазған дұрыс. Бұл кезде ол не істейді? JavaScript немесе браузер, Google Chrome браузері бізде мынаның барын орындайды. Мынаны не істейді? Жоғарыдан төмен орындайды, қойды дұрыс па? Мына бір мәтінді HTML-ға сурет салып көрсетеді. Одан кейін ғана не істейді? JavaScript кодын сіздерге орындайды. Ол кезде уже бізде мына бір мәтініміз уже түсіп болған, парақшада көрініп тұр. Сол көрініп тұрған элементке кликті жалғайды және мына бір функциямызды не істейді? Байлап қояды, шақырады. Көріп тұрғандай басатын болсақ, не болады? Бұрынғыдай жұмыс жасайды, иә, ештеңе бүлінген жоқ.
Так, достар, бүгінге осылай, иә, событияға байланысты. Сіздердің үй жұмыстарыңыз, получается, 4-ші сабақтан бастап 5, 6-ші сабақ және 7-ші сабақ, иә. Мынау сіздерде 3 сабақты көріп болғаннан кейін, сізде бюджет қосымшасы деген бар, иә. Бұның мен желательно видео көріп шығыңыздар, иә, 30 минуттық видео. Асықпай, тоқтатып, қарап шығамыз, хорошо. Одан кейін егер код көргім келеді дейтін болсаңыздар, иә, мына жерде біріншіден мынандай бір несі бар. Мынау бізде несі, тікелей приложение өзі, иә, мысалы айлықты төлейді, 200 мың дейік. 200 мың теңге, иә, сақтау деймін. Біздің бюджетке ақша келіп түсті, 200 мың теңге, иә. Одан кейін біздің шығындар бар, иә, уже айлық шығындар. Мысалы ретінде айта алатын болсақ, иә, не болуы мүмкін? Услуги деуі мүмкін, услуги, услуги. 15 мың теңге деген сияқты, иә. Сақтау дейтін болсам, бізде не істеді? Біздің шығындардың тізімін көрсетті, иә, услуги деп тұр, иә, 115 мың теңге деп тұр. Енді сәйкесінше не болу керек? Бюджеттен ақшамыз азаю керек қой. 200 мың теңгеден бізде шығын пайда болды екен. 200 мыңнан 15 мыңды аламыз. Не болды? Біздің қолымызда 185 мың теңге қалады, иә. Енді мына жерге мысал ретінде не жазамын? Продукт деп жазайын, иә. Продукты мысал ретінде 35 мың теңге кетті. Сақтау деген кезде бізде не істеді? Продуктымыз көрсетті. Шығындар бір-бірлеріне қосылатын болса, қосылады, көбейіп жатыр шығындар, уже 15 мың, уже 50 мың теңге. Барлық біздің бюджетіміз азайып жатыр. Қолымызда не? 150 мың теңге қалу керек. Сіздерге тура осы нәрсені жасау керек болады, иә, осы нәрсені. Одан бөлек сіздерде андай бір логика болса керек болады, иә. Егер де шығын көбейіп кететін болса, иә, бюджеттен, сіз мына жер сақтамай тұрып, оған ашып көрсете бересіңдер. Что, мысалы, менде қазір мына жерде есімде жоқ, бар ма жоқ па. Мысалы, 350 мың деймін, иә, шығын. Біздің қолымызда бюджет 200 мың ғана, сен шығының 350 болатын болса, иә, сәйкесінше ол шығынды сақтамау керек мына жерге негізінде. Қосымша тапсырма, иә. Қарасаңыздар, кодта сақталған, иә, жіберіп жатырмыз. Баланс уже минус 200 мың теңге деп тұр, иә. Сіздерге как раз қосымша тапсырма, валидация жазу керек болады мына жерде. Ма? Так, бүгінге осы. Бүгін ұзақ күн болды өзі. Так, достар, бүгінге осы, иә, неге байланысты? Так, мына жерде сақталмалы тұр. JS домға байланысты, иә, осы тапсырмаларды орындап жібереміз. Хорошо? Сұрақ болса, группа бар, немесе жекеге жазсаңыздар болады, жақсы ма? Жақсы, онда жұма күні кездесеміз. Мүмкіндігінше жасап шығыңыздар жұма күні. Болмаса, жұма күні біз React жасасақ болады. Или адам жиналғанына байланысты. Бүгін қанша адам? 7 адам жиналып тұр, иә? 7 адаммен. Негізі React-та мүмкіндігінше барлықтарыңыз қатысқан дұрыс, иә. Так что максимально қатысыңыздар. Қатыса алмаса, ескертіңіздер, хорошо? Біз жаңа сабақты бастамай тұрайық. Өйткені мынау бастап кетсе қиын кетеді, ара жыл жоқ. Все, жақсы, онда достар. Бұйырса, жұма 8:30-да kesеміз. Жарайды. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.